Абу Бакр деген радиаллаху анху пайғамбарымыз үшін күллі нәрсе, жаны, малы, тіпті сондай бір кезеңдер болған, мал керек болып отқан кезде, жаугершілік заманда күллі малын әкеп қоя салған ғой Абу Бакр. Сонда не қалдырдың үйіңе дейді ғой пайғамбарымыз салам. Әдейі бір 3-4 сахабаның көзінше әдейі қояды ол сұрақты. Түсіндіңіз ба? Тәрбиелік мағына болу үшін да. Сонда айтады, Алла мен елшісін қалдырдым дейді. Бұл исламның ары қарай даму көтерілу үшін сол замандарда бұл өте үлкен еңбектер болғанда, Алла мен елшісі деген тақырып, оған жететін тақырып жоқ негізі. Қияметке дейін өзі сондай. Бірақ жаңағы жағдайларда қараңыз, қандай күллі малын бере салған дейді. Омар жарты малын алып келген сол кезде. Омар ойлатын дейді, ең көп мен беретін шығармын бүгін деп. Сонымен жарты малымды алып келіп, мен жартысын әкелдім деген кезде, Абу Бакр толығын алып кетті деген, Абу Бакр, өзіңнен кейін ешкімге жеткізбейтін болдың ғой дейді. Ешкім жете алмайды. Жалпы қай амалда болсын ешкім жете алмайтын болғанда. Міне, осы кісілер әуелгі иман келтірген адамдар. Сосын Зайд ибн Хариса айтады, күндердің бір күні жаңа Жибрил келді дейді. Инна Жибриля атаху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи Жибрил келіп, фи әуәли ма ухия илейхи, ең әуелгі уахи етілген нәрселердің ішінде, яғни осы аяттар уахи етіліп атуымен қатар, ең бірінші пайғамбарымызға Жибрил келіп, фаалламахул удуа вассала, оған дәретпен намаз үйретті дейді. Көрдіңіздер ме? Құран әуелгі аяттары түскеннен кейін Алла Тағала намазды қоса береді екен. Мысалы, Алла Тағала Мұса пайғамбарды елшілікке таңдаған кезде, сонда жаңа Тоха сүресінде айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, иннани ана Аллаху, сөзсіз мен Алламын, менен басқа тәңір жоқ, фағбудни, ей Мұса, маған құлшылық қыл дейді. Әуелгі уахи ғой. Ва ақимис салата ля зикри, мені еске алу үшін намаз оқы дейді. Көрдіңіз бе? Соқтан ұстатылған нәрсе Аллаға деген иман келтіргеннен кейінгі бұл иманды пісіру үшін намаз деген құрал беріледі. Одан кейін екіншісі, инна сағаты әтия, қиямет сағаты келатыр дейді. Мұсылманды осы екі ортада ұстайды. Намаз, қиямет. Намаз, қиямет. Осы күллі амалын түзеп шығады оның. Тілінде, мінезінде күллі нәрсесін түзеп шығады. Күллі қарым-қатынасы дейін түзеп шығады. Соқтан осы намаз ең бірінші жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасындағы сахабаларға, мысалы, тәфсир кітаптарында айтуынша, таң атардан, яғни қазіргі таң намазының уақыты, күн шығардан бұрын сол таң намазы бұйырылған 2 рәкағат. 2 рәкағат таң намазы, сосын екінді намаз екен. Күн батардан алым дейді оны. Күн батпай тұрып, жаңағы 2 рәкағат намаз. Осы 2 рәкағат намаз оларға берілді. Сөйтіп бұл байланысты олар ұстау керек болды.